Қайырлы күн. Қайырлы күн. Қош келдіңіз. Жоғары шығыңыз. Нұрлыбай Аққұлов, Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары. Нұрлыбай Қаржаубайұлы, сіз Маңғыстау облысы әкімінің қала құрылысы, жол құрылысы және көлік саласына жауапты орынбасары ретінде осыдан бір жыл 3 ай бұрын тағайындалған екенсіз. Осы уақыт аралығында қандай нәтижеге қол жеткізіп, қандай өзгеріс әкелдіңіз? Жалпы енді бір жыл 3 ай деген уақыт ол көп шаруа бітіріп тындырып тастап артқа қарайтындай бір жаңа қорытынды шығаратындай уақыт емес деп ойлаймын. Өйткені мен басқаратын салада көп нәрсе біздің бюджеттің жаңағы жүріс-тұрысына сәйкес бір мезгілде нәтижеге жететіндей уақыт емес. Бірақ дегенмен де бұл жалпы жүйелі жасалып жатқан жұмысты жалғастырдым деп есептеймін. Бұған дейінгі әріптестердің бастаған жұмыстары бар. Негізгі мысалы соңғы осы мен келгелі жасалған жұмыстарды айтатын болсақ, біз мысалы Бейнеу ауданындағы Тәжен шекара бекетіне дейінгі жол салынып, республикалық деңгейдегі екі елдің үкімет басшылары сол жерге келіп сол жолды ашып, содан басталды. Енді тырнақалды қызметім. Өздеріңіз білесіздер, екі елдің басшылары, жаңағы үкіметінің басшылары келген кезде ол қандай дайындық болатын, ол жерге барлық шаралардың бәрі алдын ала тексеріліп, бірнеше рет жаңағы бірнеше мәрте тексерілетін. Енді одан кейін сірә осы биылғы жылы мысалы біздің мына теңіз жағасында жыл жағажайдағы үлкен құрылыс орны мәресіне жетіп, біз жаңа нысанның бой көтергеніне көзіміз жетті. Енді оған дейінгі тиісті инфраструктураның барлығы салыну керек. Өйткені бұрындары мына жыл жағажайда салынып тұрған демалыс аймақтарына баратын жолдың жағдайы енді ауылдың арасындағы жолдың деңгейімен салыстыруға болатындай. Қазіргі таңда ол жерде 4 жолақты үлкен жаңағы автобан сияқты жол салынды. Талапқа сай. Талапқа сай. Ол жердің әлі де ол жұмыстарға жалғастырады. Өйткені одан басқа ол салаға ол жерге суы да, газы да, электр желілері де тартылып, әр жұмыс жүріп жатыр. Дегенмен өткенде елбасы келіп, сол жерде үкімет басшысы соған басқа да сол саладағы жұмыс жасауға ниет білдірген инвесторлармен бірігіп, бірталай меморандумға қол қойылды. Ол жұмыстар қазір басталып кетті. Сондықтан ол жерге нысандардың салынуы көбейетін болса, ол қосымша энергоресурстар мен басқа да тиісті инфраструктураның жоғарғы деңгейде болуын қажет етеді. Соған байланысты қазір жұмыстарын жүріп жатыр. Негізі жалпы қаланың дамуы дейік, ол облыстың дамуы дейік, қалай болғанда да барлығы үлкен елді мекеннің бас жоспарына тәуелді. Сондықтан сол бас жоспарларын қайттан актуализация жасап, соның дамуын ары қарай өзін адамдардың өмір сүруіне қолайлы ортаға дейін бейімдеу мәселесімен айналыстық енді. Рахмет. Енді жол мәселесін қозғап қалдық. Мынау бұқаралық ақпарат құралдарын, әлеуметтік желіні шулатқан біздің жолдың жыры. Мұнайлы ауданынан басталды, кейін Аташ ауылындағы мәселе. Жалпы мына облыстағы осы салаға жауапты басшы өзіңіздің аузыңыздан естісек, осы жолдардың дұрыс бұрысын, түзу қисығын, ақ қарасын дегендей. Енді жолдың құрылысынан хабары бар адам біледі. Өйткені жолдың бірнеше категориясы болады. Ол жаңағы елді мекендердің арасындағы үлкен жаңағы магистраль жолдардың категориясы мен ауылдық елді мекеннің ішіндегі үй арасындағы жолдың категориясы екі түрлі екенінен ол енді түсінікті болады деп ойлаймын. Сондықтан жолдың категориясына байланысты оның астындағы жаңағы негізі де әртүрлі дайындалады. Ол кеше мына жұмыспен қамту жол картасының кезінде осы көптен бәленбай ондаған жыл бойы ауылдың арасында салынбаған жолдардың барлығын сол қаражатқа салып, елдің игілігіне жаратсақ деген жақсы ойдан туындаған бастама енді сол кезде мына мамандардың кейбіреулерінің осы жаңағы бұл салаға немқұрайды қарауынан туындады деп ойлаймын. Өйткені мысалы кешегі Аташта болған нәрсе былай қарағанда ешқандай да бір жаңағы ақыл ойға салып, оны бір түсіндіретіндей мүмкіндік емес. Ол таза сол мамандардың тиісті өзінің жұмысын дұрыс атқармауында, соған байланысты облыс басшысы оған сондай баға беріп, сол жерде тиісті жауапты мамандардың барлығы жаңағы
жауапкершілікке тартылды, сөгіс берілді, кейбір жаңағы тікелей сол маманы мысалы жаңағы жұмыстан шығарылды. Бұған дейін де осы Баяндыда, мысалы Ақшұқырда, немесе Шетпеде де болған жағдайлардың көбінде осы біздің мамандардың кәсіби деңгейінің жоғары еместігін біз байқадық. Бұл әлі де болса біздің жұмысымызда болашақта жөндейтін, болашақта соның барлығын ретке келтіретін шаруалардың бар екен. Бұл ойланатын нәрсе ғой, жалпы маман дайындау керек деген сөз ғой енді. Маман дайындауымыз керек. Маманды дайындағаннан кейін қазіргі таңда енді жасыратын жоқ. Мына мемлекеттік қызметшілердің айлығының бұрынғыдай емес, жаңа деңгейде көтерілгеніне байланысты бұл жерде талап та жоғары болу керек деп ойлаймын. Енді мен облыс бойынша бұл салаға жетекшілік ететін болсам да, кей кездерде дұрыс түсінбей қалып жатуы мүмкін. Өйткені бұл әр жұмыстың өзінің тапсырыс берушісі бар. Тапсырыс беруші, мысалы аудандық деңгейде болса, аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және автокөлік жолдарының бөлімі. Бұл салаға бұған дейін бұндай қомақты деңгейде жұмыс жасалмағандықтан олардың кәсіби деңгейінің төмен екенін байқап қалдық. Кей кездерде мысалы сол әріптестеріміздің тарапынан елге деген наразылығын әңгіме қылып айту, ол да кәсіби деңгейдің төмендігі деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде тұрғындардың талап етуі, тұрғындардың сапалы жолмен жүргісі келуі ниеті бұл заңды. Сондықтан біз қалай болғанда да салынған жолдың болашақта қанша жыл қызмет етсе де ой-шұқырсыз сапалы түрде қызмет еткенін біз жаңағы соны қамтамасыз етуіміз керек. Маңғыстау облысы мына тұрғын үй құрылысы бойынша Нұр-Сұлтан мен Алматыдан кейін 3-ші орында тұр екен. Әрине қонатын жағдай, үйлер көптеп салынып жатыр, саны көбейіп жатыр, ал сапасы ше? Енді біздің облысымыз жыл сайын өзінің осы құрылыс салудағы, оның ішіндегі тұрғын үй аумақтарын пайдалануға беру көрсеткіші бойынша алдыңғы үштіктің ішінде. Оны кейде кездерде мысалы халықтың санына шағатын болсақ, республика бойынша одан да жоғарыға кетіп баратын мүмкіндігіміз бар. Биылдың өзінде мысалы біздің жоспарымызда 1.200.000 шаршы метр тұрғын үй аудандарын тапсыру жоспарымызда бар. Қазірдің өзінде мысалы 9 айдың қорытындысымен ол өзіміздің межемізде келе жатырмыз. Бұл жұмыс өзінің деңгейінде жүріп жатыр. Дегенмен де мысалы осы соңғы кезде бір қатты нөсер жаңбырдан кейін үйлердің үстінен су ағу фактісі орын алды. Бұл жерде бірақ енді бәрін байыптап қараған кезде құрылыстың саласынан қателіктер, мысалы тек қана мына конструктивтік түрде кеткен сияқты болып біз сондай шешімге келдік. Өйткені үйді салуын салғаннан кейін оны күтіп ұстайтын сол жердің басқаратын мекемесі немесе жаңағы кондоминиум нысанының басқарушы компаниясы деген болады. Оны былай қазақи тілмен айтқанда ЖЭК деп айтады, я болмаса сондай бар. Бірақ енді солардың өзі тиісті мына тұрғындардың алдына алған жауапкершілігін тиісті деңгейде орындамау орын алуда. Соның салдарынан болып отыр ғой. Өйткені ол салынған үйдің мысалы жаңағы конструкциясына көзделген тиісті үйшілік су ағарлары жоғары жағы бітіп қалса, онда су басқа ағатын жер іздейді. Ол дейтін бәрібір жаңағы жердің тартылыс күші оны тартпай қоймайды. Сондықтан ол жоғарыдан төмен қарай ағатын жерді іздейді. Енді 100% сапалы немесе 100% сапасыз деген әңгімені айта алмаймын. Өйткені құрылыс салушылардың барлығы да бірдей емес, құрылыс материалдары да бірдей емес. Шама келсе біз жергілікті материалдарды пайдаланғанды жақсы көреміз. Ол біріншіден арзан, екіншіден ұдайы қолымыздың астында. Өзіміздің өндірушілерді қолдау. Мына қазіргі таңда осы үй салатын комбинаттар бұрын Пуста болды. Пус деген мекеме болған білетін шығарсыңдар. Сондай жаңағы домостроительный комбинат деп атайды. Сондай комбинаттарды біз іске қосқанбыз. Солардың жасап шығарған тез жиналмалы темірбетон конструкцияларынан да салынатын үйді біз қолға алып жатырмыз. Осы жақында ғана естеріңізде болар, мына Конституция күнінің мерекесіне орай осы Ақтау қаласынан арендалық тұрғын үйлерді біз кілттерін тараттық. Облыс басшысы сол жерде болды. Мысалы сол үй сол жаңағы домостроительный комбинаттың өніміне салынды. Өздеріңіз байқап отырсыздар, жаңағы тыныштық сияқты, тыныш деген үй бар. Сол үйде мысалы дәл сондай жергілікті өнімдер оның бәрі. Жергілікті осы біздің СЭЗ-дің құрамында тұрған мекеменің шығарған өнімінен салынған. Қарағанда ол жерде жаңағы жергілікті үлес жоғары деп айтуға болады. Енді сіз Ақтау қаласы әкімінің орынбасары кезіңіздегі суретті тауып алдық.
сол суретпен қазіргі уақытты салыстырсақ біршама салмақ тастағыңыз байқалады. Өзіңізге көрсетейін. Осылай бірнеше салмақ тастауға қазіргі жұмысыңыздың ауырлығы себеп па? Енді мен ол жұмыстың ауырлығынан адам салмақ қосады немесе тастайды деп айта алмаймын. Өйткені біздің жұмысымыз көбінесе мына интеллектуалды ой мимен жасалатын жұмыста біз жаңағы қолымызға күрек ұстап бір жүктеп атқан ештеңеміз жоқ. Сондықтан бұл жұмыстарды, бұл енді кезінде расында солай болды. Әр адамның басында бар шығар, мүмкін табиғатында бар шығар. Толысуға бір бейім тұратын адамдар болады. Сондай менің бойымда да болды. Енді жұмыс Ақтау қаласында жүргенде 2013 жыл мен 2018 жылдың арасында қызмет еттім. Сол кезде енді салмағым көбейіп кетті. Ол енді уақытында тамақ ішпегендіктен, сосын кешке келемізде барынша тойып алып, сосын жата кетеміз. Сондай кезден болды деп ойлаймын енді. Негізі дұрыс тамақтанбау дейсіз ғой. Содан болған шығар. Енді режимнің де дұрыс болған жоқ. Өйткені ол кезде Ақтау қаласында біз 2 орынбасар ғана болдық әкімде. Ақтау қаласының шаруашылығы енді бірталай шаруашылық. Қазір мысалы 4 орынбасар. Содан болған шығар, бірақ енді өзімізге сондай сигнал келгеннен кейін не де болса салмақты түсіру керек. Кішкене өзіңе жеңіл болады. Қанша дегенмен артық салмақ ол барлық органдарға да зиян ғой деп дәрігерлердің сондай ұсынысы болды. Сондықтан қолға алдым. Тамақты енді қанша дегенмен жаңа майлылығын азайтып, оған енді өзімнің жұбайым соған бір көңіл бөлді. Енді спортпен айналыстық. Сіз еңбек жолыңызды Есенов университетінде оқытушы болып бастаған екенсіз. Кейіннен бизнес саласында жүрдіңіз, одан кейін мемлекеттік қызметке келдіңіз. Жалпы осы билікке келуіңізге әкеңіздің ықпалы болды ма? Енді жалпы мен университетті де, мектепті де үздік бітірдім. Университетті қызыл диплом алғаннан кейін, сол жерде кафедрадағы аға әріптестерім сол жерде қалуды сұрады. Өйткені қанша дегенмен ер адамның жұмыс жасағанын олар жақсы көріп тұрады. Әйел адам білесіздер, енді декретке кетеді, тағы да болады, ол үзіліп қалады арасы. Сондықтан ер адамға көбінесе сол ставка қояды. Сол жерде біздің енді кафедраның басшысы да, сол жерде аға оқытушылар да, профессор жаңағы оқытушылық құрамдағы әріптестерім сол жерде қалуды сұрады. Сосын енді біз қалған оқытушы болып 2 жыл жұмыс жасадым енді. Бірақ енді әркімнің бойына жазған бір қабілеттері болады ғой. Енді менің оқытушы болу жалпы қолымнан келгенмен де ар жағында өзімнің сүйіп жақсы көретін мамандығым деп айта алмадым. Өзімді ол жерден таба алмадым. Сондықтан ол жерде оқып тек қана сол жаңа мен университеттің жоғары курсының мамандықтарын тек қана сөзбен үйретіп жүргеннен гөрі өзім сол көзбен көріп, қолмен ұстағым келді. Өйткені тек кітаптан оқып, теорияны оқыта бергеннен ол студенттерге одан жоғары білім болмайтынын білдім де құрылыс компаниясына жұмысқа кеттім. Ол Казкорсунг деген компанияда жұмыс жасадым. Ол маған үлкен мектеп болды. Бірталай нәрсені сол жерден көріп үйрендім. Ал негізі мына мемлекеттік қызметке келудегі себебі ол әкемнің ықпалы болды деп айта алмаймын. Әкем маған мамандық таңдаудың кезінде ғана бір сөз айтты. Басқа мемлекеттік қызметке бару жөнінде ешқашан ондай ақыл кеңес берген жоқ. Енді мемлекеттік қызметтің қандай ауыр екенін, жауапкершілігінің жоғары екенін түсінгендіктен болар деймін, білмеймін, енді маған ондай кеңес берген жоқ. Бірақ оқуға түсетін кезде мен өзім көлік саласына қарай бұрылғым келіп еді. Сол кезде адамзат тұрған кезде құрылыс қалмайды. Сондықтан құрылысқа бар, сол жерден наныңды тауып жейсің ғой деп құрылысқа сондай ұсыныс айтты. Сол кезде мен әкемнің сөзін қабыл алып, сол құрылысқа бардым. Оған енді ешқашан мен өкініп те көрген жоқпын. Осы құрылыс әлде талай мені биікке сүйрейтініне мен сенімдімін. Ал мына мемлекеттік қызметке келгенде мені осы өмірдегі бір жақсы серік ағаларымның бірі Дауылбаев Әділбек дейтін ағамыз, енді бәріңіз білетін шығарсыздар, Қарағай ауданы әкім орынбасары болды. Жаңаөзенде әкім болды. Әкім орынбасары қазір мына облыстық мәслихатта. Сол жігіттің ақыл кеңесі маған бір түйткіл болды. Өйткені сол кезде барып, ол кезде ол кісі басшысы, газ мекемесінің басшысы, сол менің құжаттарымды көріп, мен бір мекеме ашайын, лицензиямен құрылыс салайын деп өзімше соны ұсынып барып едім. Сен бізге келсейші. Мына жерде мына үлестік қатынастың қызметімен айналысатын бөлім ашылып жатыр. Соған жұмыс жасайшы, мен сауатың бар, жердің азаматысың. Сен жасамағанда кім жасайды деп мені бірталай қызықтырды. Сосын енді мен ағаларым осындай сенімді көрсетіп, сені танытып жатса, неге жасамасқа деп сол жерден
көз жұмып кіріп кеттім енді. Ал жалпы мына саясатта, саясаткерлердің ішінен кімді үлгі тұтасыз? Жалпы өмірде үлгі тұтатын адамыңыз бар ма? Енді мен жалпы бір адамнан бір әулие жасау мен ондай әдетім жоқ. Жаңағы өнерді үйренде жирен дейді, бір жақсы қасиеттерін өзіңе тартқың келіп тұрады. Мысалы мен кей кездерде енді жақсы қызмет жасаған адамдардың мысалы кейбір жақсы сөздерін өзің болашақта жұмысыңа да өзіңнің өмірлік ұстанымыңа да пайдаланғың келеді. Бірақ жаңағы қатып қалған бір осы менің бір керемет осы кісінің айтқанындай қылып жасағым келеді деп айта алмаймын. Бірақ дегенмен де елбасының сөздерін көбінесе оқып өзімнің жұмысыма пайдаланғанды жақсы көремін. Өзіңізді үш ауыз сөзбен сипаттаңызшы. Енді бұл сөзі маған кішкене тосыннан болды. Ешқашан өзіме баға беріп көрмеген екенмін. Өйткені қашанда өзіме көңілім толмайтын бір қасиетім бар. Бірақ менің бір өзімнің бойымнан байқайтыным, енді қазақша баламасын есіме түсіре алмай отырмын. Педантичность деген сөз бар. Сосын жауапкершілік. Сосын енді бір жақсы көрмейтін өзім бірақ бойымнан табылатын бір перфекционизм деген сөз бар. Сондай үш сөзді айтар едім. Енді мына басшылық қызметте жүргеннен кейін ағайын, туыс, дос жаран, құда жекжат жұмыс сұрап, басқа да көмек сұрап келетін кездер болады. Жалпы жиі келе ма? Оның үстіне сіз жергілікті осы ауылдың баласысыз. Иә, мен осы Маңғыстаудың тумасымын. Айнала ағайын тума Құдайға шүкір жетеді. Бірақ ет жағын тумаластарым, өзімнің немере болсын, тіке тумаластарым болсын, ешқайсысы маған ондай мәселемен келмейді. Өйткені олар маған қандай да болмасын өзінің зиян салғысы келмейді. Бірақ басқа адамдар бар, таныстар бар, жұмыс сұрайды, басқа да привилегия сұрайды. Оны енді осы уақытқа шейін енді бүгін ғана мен бұл мемлекеттік қызметке келіп бір жұмыс бастаған ештеңем жоқ. Бұның барлығы мен басымнан өткен. Сондықтан бұған жауап бере аламын. Ондай жаңағы артықшылық көрсетуге мен ондайға бармаймын. Сіз бір сөзіңізде шопырдың немересі екеніңізді, сондықтан да мына техникаға, көлікке жақын екеніңізді айтып қалдыңыз. Жалпы мына көлікті жиі ауыстырасыз ба? Құпия болмаса қазіргі машинаңыздың маркасы қандай? Так, енді былай ғой. Бұл біз шынымен де көлік жүргізген өмір бойын жұмысын сол көлік жүргізудің жаңағы сол кәсіптің шұғылданған адамның немересіміз. Иә, мен былай қарағанда қазақи отбасында дүниеге келдім, мен сол кісінің еншілеген баласы болып та есептелем. Сондықтан енді жасыратын жоқ, кішкентайдан мектепте оқып жүріп көліктің рөлінде отырғанмын. Көлікті жақсы көремін, мана бір сөзімді айттым, мамандық таңдайтын кезде көлікке қарай аңсарым ауды, бірақ енді әкемнің ақылын жерге тастаған жоқпын, құрылысқа кеттім деп. Сондықтан көлікке жақын екенім рас. Көлікті өзім оңдап, өзім тиісті жерлерін жасап, даже болмай жатса соны тазалауға да әуестігім бар. Мына демалыс күндері, мысалы, жаңағы кей кездерде өзімнің күнделікті мінетін қызметтік көлігімді жіберіп, өз көлігіммен тиісті нысандардың басына бара берем. Ол мен үшін былай қарағанда бір рахат беретін нәрсе сияқты. Рөлде өзім отырған жақсы көремін. Көлікті жиі ауыстырам деп айта алмаймын. Қазіргі мініп жүрген көлігім 2013 жылғы. Енді жаңағы біздің көп балалы отбасы болғаннан кейін көліктің үлкен болған дұрыс. Жаңағы дүниенің кеңдігіне не пайда, бәтеңкең тар болса деген сөз бар ғой. Енді мен дұрыс емес айтып отқан шығармын, бірақ мағынасы сондай. Мағынасы келді. Сондықтан енді мен көп балалы отбасының басшысы, әкесі болғаннан кейін балаларым түгел сиятын көлікті жақсы көремін. Көліктің маркасы Япония көлігі, Toyota, Prado деген джип. Енді ғаламторды ақтарып отырып, сіздің отбасыңыз жайлы ақпарат таба алмадым, шыны керек. Қанша баланың әкесісіз? Жолдасыңыз қай саланың, жалпы қай мамандықтың иегері, отбасыңыз жайлы айтып берсеңіз? Енді мен мына әлеуметтік желіге жаңағы ішкенін, жегенін салатын адамдардың қатарынан емеспін. Жолдасыма да
балаларыма да ондай кеңес бермеймін. Салатын кезде енді өздері біледі, бірақ дегенмен де ондайға бейімдік жоқ. Сондықтан енді ғаламторда біздің отбасымыз туралы мәселенің болмауы ол заңды. Менің 4 балам бар. Үлкен қызым биыл университет бітіріп, биыл мектеп бітіріп университетке түсті. Жақсы оқиды, жалпы грантқа түсті. Мамандық таңдайтын кезде әркім өзі ойлайды ғой, қалай болғанда да болашақта оған тиісті нам болатын нәрсе болғанын жақсы көреді. Бірақ дегенмен де өзінің жүрегінің қалауы болмаса, оның мен айтқаннан немесе шешесі айтқаннан біз болашақта ол сүймейтін мамандығын мысалы ол жасамайтыны белгілі. Сондықтан біз оған өзіміз ондай қандай да болмасын ықпал етейін деген жоқпыз. Өзінің таңдаған мамандығын таңдасын деп оған сондай мүмкіндік бердік. Сосын онымен ашық сөйлесуге тырыстық, қандай мамандықты өзің таңдайсың деп. Соны енді қазір мына журналистика және репортерлік істеген мамандық сол саланың таңдады. Енді өзінің болашақ әріптесінің, Ал кіші балам енді 2017 жылы биыл 3-тен енді аманшылық болса осы келесі жылдың басында 4-ке шығады. Балаларымның енді жас аралығы бірталай, өйткені үлкені 18-де, кішісі 3-те. 4 бала. Енді келіншегім осы Ақтауда туып өскен адам. Өзі мына Қаныш Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетін бітірген, мамандығы экономист, бірақ енді дүниеге сәби әкелді, солардың күтімі бар, басқасы бар, қазір қызмет жасамайды үйде. Неден қорқасыз? Мен өзімнің қорқыныштарымды бір сараптамаппын енді. Бірақ адам бір ортада жүргеннен кейін бір елеусіз қалудан қорқатын шығар. Сосын енді негізгі менің қорқынышым ол емес. Менің қорқынышым мына өзіме берілген уақытты тиімді пайдаланбаудан қорқам. Соны кей кезде бір өзіме қынжылатын кездерім болады. Уақытымды мысалы кейбір енді ол жұмыстың келіспей жатқанын басқа біреуден көру ол енді бір әлсіздіктің белгісі шығар. Өзімнің қателігімді мойындауым керек. Кей кездерде мысалы менің өзім өз уақытымды дұрыс ұйымдастыра алмағаннан кейбір нәрселерге қолым тимей жатады. Соны уақытты тиімсіз өткізуден қорқам. Өмірлік ұстанымыңыз? Адалдық, ата-анаға құрмет, елге қызмет. Рахмет. Сізге де рахмет. Табыс тілеймін.